сіздермен қолжетімді ингредиенттерден жасалатын эклердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді жасау жолына көшейік. Ыдысымызға майды, одан кейін үстіне суды қойып, кішкене тұз салып, газге қоятын боламыз. Май мен суды май ерігенше араластырамыз. Кішкене қайнап бастағанда ұнымызды салып, оны да араластырып аламыз. Газдың үстінде араластыра береміз. Бізде осындай ыдыстың астында ақ түсті налет шығуы қажет. Дәл видеодағыдай. Ақ түсті налет шыға бастағаннан кейін газден алып тастаймыз. Себебі бұл жерде бізде араластыру артық судан арылу үшін қажет. Енді бізде келесі ингредиент жұмыртқа. Жұмыртқаны бір-бірлеп қосатын боламыз. Мен бұл жерде 4 жұмыртқа қостым. Ол бізде қалған ингредиенттерге байланысты. Әр жұмыртқаны салғаннан кейін лопаткамен немесе миксермен жақсылап араластырып алуымыз қажет. Бізде біркелкі масса пайда болуы тиіс. Араластырып болғаннан кейін осыны кондитерскиймен жоққа салып аламыз. Оның үстіне сіз кез келген насадканы сала аласыз. Мен бұл жерде Өзбекбайға арналған насадканы қолданған болатынмын. Кондитерский мешокқа салып алғаннан кейін тефлоновый ковриктің үстіне осылай эклерді салып шыққан болатынмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі формада сала берсеңіздер болады. Енді духовкаға сала берсек болады. Қызып тұрған пеште духовкада 220 градуста алғашқы 20 минутына қойып пісіріп аламыз. Одан кейін духовканың бетін ашпай 180 градусқа қойып, қалған 20 минутын пісіріп аламыз. Осымен бізде эклерлар дайын. Қалаған начинканы, кремді сала берсеңіздер болады. Сыртын глазурьмен қаптасаңыздар болады.